Ассалаумағалейкум көз қарақ көрермендер. Сіздермен бірге мен Айдос. Бүгін тағы да жалғастыратын боламыз. Яғни бүгін 9 қыркүйек. Бұған дейінгі 3 шығарылымды көрген боласыздар. Енді бүгін сол күнгі шығарылымдардың соңғы шығарылымы десек те болады. Ары қарай білмеймін, ары қарай қайтсам ба деп отырмын. Сол қайтудың амалы ретінде мен Қазыбек Алматы деген кішігірім шағын Алматы мен Алматы арасындағы пригород дейді ғой, қалааралық тасымал былайша айтқанда. Мінекей өзі де келді. Вагондары Латвия экспресстің сары вагондары сияқты екен. Мүмкін сол вагондар ма екен? Электровоз ВЛ-80. Вагондар көп екен, мен бір 2-3 вагон ғана деп ойлағам. Вагонға жайғастық. Мында әдемі орнап алдым. Мінекей барлық орындықтар осындай. Отырып баратын әдемі пойыз екен. Отырып тұратын пойызға да мінбегелі бір бала кезінде мініпшем Түркістан мен Шымкенттің арасында. Мынау енді әдемі екен. Тұран экспресс. Мінекей. Билет бағасы 3 теңге деп айтты маған. Мінекей мында кесте бар екен. Бірінші Алматыдан жүріп жатырмыз. Вагондар осындай, барлығы отыратын орындықтар. Отыратын вагонға отырғалы негізі 10 жылдан асып кеткен шығар. Бала кезімде Шымкентке отыратын пойызбен барғам. Түркістан деген жазуы бар, әдемі пойыз бар тұғын. Түркістан мен Шымкент арасында қатынайды. Аптасына 2 рет қатынайды, қателеспесем. Оны аптасы салды, өкінішке орай. Қазір мен Сүйенбай даңғыл жағының бетін жүрем. Орысша бетін. Орысша бетін келесі жолы түсіретін боламын. 23-ші пойыз тұр, 1-ші жолда. Бұл шығарылым саяхат рубрикасына кіріп кетеді. Бұл да бір кіші бір саяхат. Бұл да бір тарих. Жалғастырамыз. Сүйінбай Батыр көше бетіне мінекей кеп қалдық. Мынау соның темір жолдың үстіне өтетін көпір.
Қанша жаным ынтық қылған жүрегін, қанша жүрек әлі таппай жүремін. Ешкімнің де орындамас тілегін, қатыгездеу алмады. Кәрі таулар тыныштығын күзеткен, ешкімді де қарсы алмайтын ізетпен. Талай бұзықтарды түзеткен, тәкаппарлау алмады. Бірде теуіп бірде тартар өзіне, бұл қаладан кет алмайсың безіне. Күлдіріп ап жас толтырар көзіңе, құбылмалы Алматы. Байлап алар көрінбей ақ байқалмай, бір ауыз сөз қаларсың ау айта алмай. Жүрегіңді тартып алар қайтармай, ұмытылмас Алматы. Қанша жанды адастырып тұрақтан, талай биіктерді құлатқан, талай мықтыларды жылатқан, ерке шолшаң Алматы. Өткізіп ап талай түрлі сынақтан, қанша жанды жылатып ап жұбатқан, көзді тартқан сонау алыс шырақтан, тым мейірбан Алматы. Бірде теуіп бірде тартар өзіне, бұл қаладан кет алмайсың безіне. Күлдіріп ап жас толтырар көзіңе, құбылмалы Алматы. Байлап алар көрінбей ақ байқалмай, бір ауыз сөз қаларсың ау айта алмай. Жүрегіңді тартып алар қайтармай, ұмытылмас Алматы. Алматының қарапайым көрінісі: көліктер, адамдар, қоғамдық көліктер, ағаштар, жол, тротуар. Алматы андай адам ғой, андай ғой Алматы ше. Андай қанша жанның ынтық қылған жүрген қала ғой. Алматы сосын қанша адам әлі таппай жүремін. Сосын андай ғой, ешкімнің де орындалмайды тілегін. Сосын андай ғой, сәл қатыгездеу ғой. Мынандай болса сосын бірде тебеді Алматы, бірде тартады. Сосын сен бұл жақтан кете алмайсың. Сосын күлдіреді сені, сосын көзіңнен жас толтырады, сосын құбылады, сосын былай көрінбей байлап алады сені. Сосын бір ауыз сөз айтқызбай қояды, сосын жүрегің тартып алады, сонымен Алматыда қаласың. Мынандай бар, андай Алматыда таулар бар ғой, сол таулар Алматы тыныштығын күзеткен. Өлеңді қара сөзбен айтып кеткенімше. Өлең ғой сондай, құбылмалы Алматы деген. Қара сөзбен ұрып атым. Өзіме Алматы қатты ұнады, таңдағанымнан өкінбеймін. Алда көп жоспарлар бар, сабақ оқу керек. Бірақ осындай демалыс күндері бірінші, екінші Алматыға, немесе Қапшағай, Қазыбек, Боралдай станцияларына шығып тұрам. Қатыгездеу Алматы. Бірде теуіп, бірде тартар өзіне. Аршат деген жігіт етпей ма? Алдында Кока-Кола фестке барғам. Негізі мен Алматыны біраз қыдырып тастадым сөздің ашығы. Келгеніне 10 күн болып қалды. 10 күннің ішінде біраз жерге барып тастадым. Соның ішінде Кока-Кола фестке барғаным бар. Сол жерде көргем. Осы өлең шырқап атқан Kia, Chevrolet, Jack автосалондар. Мынау қай көше біздің үстімізден өтіп жатқан?
Рысқұлова көшесі екен, бағана ғана үстімізден көзіп өткен. Рысқұловадан кейін енді Назарбаев көшесіне, Назарбаев дегенде Жансүгіров көшесінің көпірінен өтеміз. Одан кейін Алматы 2 вокзалы. Мінекей шағын ғана жол, 15-20 минут алады. Бір пойыздар білмеймін, 15 минут жүреді, 18 минут жүреді, біреулер 20-25 минут жүреді. Садикке барамыз, садикке. Неге сөйлемейді? Енді сөйлеп. Жоқ, мен берем, жай сөйледі. Арнаға тіркелеміз, басамыз. Mama, Allah minus tinggal Osman. Mama kata ini dia, işte geldi. Бір қызға дейін ба Алматыға келгелі бұл 10 күннен асты. Көктөбеге әлі барған жоқпын. Бірақ жаңа таудың әдемі көріністеріне біраз жерлерін көріп тастадым. Оның ішінде Алмарасанға да барып тастадым. Бірақ Көктөбе әлі барған жоқ. Жоспарда бар, бірақ Көктөбеге трамплинмен көтеру 1000 теңге. 1000 теңге деген менің бір күнгі тамаққа құртатын ақшам. Сол себепті ақшамды үнемдеп жүрмін. Қоғамдық көлікпен барайын десем, 100 теңге мен қоғамдық көлік жоқ, қойға жай көтерілесің. Обожаю Алмату, вайп тарату, күнде ақша жарату. Әлемді бері қарату, жақсы мен жаманды оңай ажырату. Төрт дөңгелектер, түнгі көбелектер, қаланы айналып ары бері жүрсің не істеп. Екі дөңгелекпен көшелерді зерттеп, тура үйдің жанында тұр мен оқыған мектеп. Мына бетте Алматы метрополитенінің вагондары көрініп тұр. Алматы метрополитенін жайлы түсірейін ба, түсірмей ақ қояйын ба? Көрермендер, айта кетіңіздер, Алматы метрополитені маған өте жақын. Маған ең жақын станция ол Байқоңыр станциясы. Жалпы Райымбек Батырдан Бауыржан Момышұлына шейін 15 минутта баруға болады. Негізі қоғамдық көлікпен сіз ол жерге бір жарты сағаттан көп уақыт құртасыз. Егер тікелей қоғамдық көлік болса, жарты сағаттан көп уақыт құртасыз. Тікелей қоғамдық көлік болмаса, біз қоғамдық көлікті күтуіңізбен есептегенде бір сағаттай күтесіз. Ал метромен керемет 15 минут. Мінекей, мынау Назарбаев, яғни Назарбаев пен Жансүгіров көшелерінің көпірі. Мына беті Жансүгіров, мына беті Назарбаев көшесіне қарай. Көше деген даңғылы. Назарбаев көшесі арқылы да менің жатақханама баруға болады. Бірақ менің жатақханама ең жақын көше Сәтбаев көшесі. Вокзал ғимаратын көре аласыздар ма, көре алмайсыздар ма? Сол қыз болып тұр. Алматыға пойызбен келген есіме түсіп отыр. Документ алып тұратын күні. Политехке, ой, Сәтбаев университетіне бардым келсе. Сәтбаев дейді, политех дейді. Мен Қазақ ұлттық техникалық университет деп атаған жақсы көремін. Андай бір мақтанып айтасың да, гордостьпен. Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті деп қойды. Сіздерге түсуге кеңес беремін. Бірақ сіздер білімге құштар болыңыздар түскен кезде. Бізде сабақ шынымен де оңай емес. Бірінші жолда жоқ бір емес
екінші жолда не пойыз тұрғанын білмедім. Қателеспесем Алматы Өскемен пойызы болуы мүмкін, 351-ші. Бас ғимараты Алматының 40-шы жылда салынған. Ал біз келдік, осы жерден шығарылымды аяқтаймыз. Жоқ, аяқтамаймыз. Қазір Алматы 2 вокзалын көрсетемін сіздерге. Сыртқы кейпін ары қарай шығарылымды аяқтаймыз. Осы демалыс күндерге қойған шығарылымдар осымен бітті. 9 қыркүйекке келесі шығарылымдар енді 17-сі ма? 16-сы. 16-сы мен 17-сі күні шығарылымдар болмауы да мүмкін, өйткені университет саяхат ұйымдастырып жатыр. Көлсайға. Ол жайлы мен енді өйтіп нәм ашылып етпей қойын, университеттің сайтынан көріп табасыздар. Кеттік. Ал мінекей Алматы 2-нің жолдарының үстінен өтетін көпір. Бұл көпірден негізі Алматы 2-ге әдемі көрініс ашылады. О, самолет ұшып жатыр. Дмитрий Лисин деген пойыз сүретін көпірдің орыс. Сол кісі осы жерден керемет түсірілім жасаған. Сол түсірілімді мен де жасап бір өмірде көргім келіп тұр. Мұнда жақтың барлығы, яғни 1-ден 5-ке дейінгі жолақ, ол жолаушылар түсетін жолақ, ал қалған барлығына жолаушылар пойызын қояды. Неге? Өйткені оларды осындай ғимараттарда сыртын жуады, ішін жөндейді, кем-кетіктер болса, электрик шақырып, басқа шақырып, кем-кетіктерінде жөндейді. Мінекей осы көрініс. Тауларды, бұл жоқ тауларды көрмейді, немесе менің камерам тұтамайды болады. Бірақ таудың көрінісі бірақ әдемі болып тұр. Мінекей, ана жерде барлық вагондар мінекей көк. Тек біздің ғана вагонымыз қызғылт сары екен. Мінекей. Бұл жақты вагонный парк деп атайды. Барлық вагондар жолға бірден шықпайды, жол алдында өйстіп дайындайды барлық вагондарды. Барлығының кем-кетіктерін реттеп, содан кейін барып жолаушылар жолағына қояды. Жол серіктердің жұмысы оңай емес, жол серіктердің жұмысы есік ашып жабу ғана емес. Осы жердегі барша вагондарға жол серіктер жауапты. Барша вагонда әр жол серік өз вагоны жауапты, өз вагонының кем-кетістігін түзейді. Мінекей Алматы 2 вокзалы. Бірінші жолда Өскемен Алматы Өскемен пойызы екен. Мұнан ары қарай енді тек қана жүк пойыздары немесе тепловоз электровоздар ғана жүреді. Ары қарай жолаушылар пойыздары жүрмейді. Былай ғой, Алматы 2 вокзалы тупиковый станция дейді ғой. Ең соңғы станция. Бұл себепті пойыздар тек бір жақта ғана жүреді. Яғни осы бағытқа қарай. Алматы бір бағытына қарай. Ал шығарылым ұнаса лайк басамыз, пікір жазамыз. Келесі шығарылым қандай шығарылым болсын, қандай жерлерге саяхат жасайын, қандай пойыз түсірейін, соның бәрін айта кетіңіздер. Мен әр демалыс сайын осындай керемет шығарылымдар ұсынуға сіздер үшін дайынмын. Келесі демалыс енді мүмкіндік болса түсіремін. Егер де саяхатқа кетіп жатсам, түсірмеуім мүмкін. Ал қош сау болыңыздар, сіздермен бірге мен Айдос.